Қайырлы күн, құрметті болашақ магистранттар. Бүгін біз магистратура емтиханында келген сыни ойлау бойынша мынадай бір есепті талқылайтын боламыз. Бұл жерде диаграммада Асанның тамақ ішуінің пайыздық мөлшері кескінделген. Егер түскі асқа 1 сағат 30 минут уақыт кетсе, таңғы асты кешкі асқа қарағанда қанша уақыт тез ішетінін табыңыз дейді. Енді бұл жерде түскі ас бізде 45% құрайды. 45% ол бізде 1 сағат 30 минутқа тең болып тұр. 1 сағат 30 минут дегеніміз ол 90 минутқа тең, 90 минутқа тең. Ал енді таңғы асты кешкі асқа қарағанда қанша уақытқа тез ішетінін табу үшін таңғы астың пайызы кешкі астың пайызынан қаншаға аз екенін табу қажет. Яғни 35%-дан 20% азайтсақ, бізде 15% қалады. Осы 15%-ды қанша екендігін тапсақ, онда біз есептің жауабын тапқан боламыз. Оны x деп қояйық. Енді бұл жерде 45% берілген, 15%-ды табу қажет. 15% 45%-дан 3 есе аз. Демек, оның сәйкес уақыты да 90 минуттан 3 есе аз болуы қажет. Сонда 90-ды 3-ке бөлсек, ол бізде 30 минут шығады. Демек, бізде Асан таңғы асты кешкі асқа қарағанда 30 минут, яғни жарты сағатқа тез ішеді екен.